Жолдағы тәртіп қауіпсіздіктің кепілі. Дәл қазір менің артымда сапта тұрған полиция қызметкерлері бір нүктелік рейдтік іс-шараға дайындалып жатыр. Аз уақыттан кейін олар қала көшелеріне шығып, жол қозғалысы ережелерінің сақталуын бақылайды. Күшейтілген бақылауға 200-ге жуық полиция қызметкері жұмылдырылып, қала көшелерінде қызмет атқарды. Рейд кезінде тәртіп сақшылары жол қозғалысы ережелерінің сақталуын бақылап, жүргізушілер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Негізгі мақсат жол көлік оқиғаларының алдын алып, жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Департамент бастығының нұсқауына сәйкес сенбі жексенбі рейдтік шаралар өткізіледі. Қала аумағында рейдтік шараның негізгі мақсаты жол көлік оқиғаларының болдырмауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Рейд барысында анықталған заң бұзушылықтар бойынша тиісті әкімшілік шаралар қолданылып, жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау қажеттігі ескертілді. Актион Саньонг автокөлігінің жарық шамдары стандарт талаптарына сай емес екенін Белі пайызымен 10.812 теңге. бізге мұны 21.625 теңге штраф салынатын болды. Автокөліктен түсіп, автокөліктің багажынан шығарсаңыз. Жол патрульдік полициясы инспектор Еснәл, ассалаумағалейкум, қалдарыңызға амансыздар ма? Бізде қала аумағында рейдтік шара өтіп жатыр, құжаттарыңыз бар ма, тексерсем? Мұндай рейдтік іс-шаралар алдағы уақытта да тұрақты түрде өткізіліп, жолдағы тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар жалғасады. Саят Барқұлы, Аружан Балғабайқызы, Мирас Мұратұлы, арнайы шындық ақпараттық порталынан.